Фармафия 4-5 есе біздің бюджеттің ақша дәріні әкеп сатып жатыр. Ешкімге сатқызбайды. 6-10-ға дейін компания бар, тек солардың дәрімі тізімде. Тек солардың дәріні рецептке дәрігерлер айтады. Соңғы 10 жылда дәрілер азайып кетті, бұрынғы арзан дәрілер жоғалды. Мен өзім көп дәрілерді кеше шетелге звондап сұрап жатырмын, біреуін әкеп беріңдерші келе жатсыңдар. Мен дәрін емделемей жүрмін. Неге? Фармафия билікке де қарамайды, министрге қарамайды, қатты күшейіп кеткен. Бұрын арттарында бұрынғы президентке жақын топтар тұрды. Біз қазір сол мәселені Базарбекпен көтердік. Ақша ұрлау түрі жаман. Мен көрсетіп жатыр, министрдің өзінен көрсетіп. Мынау дәрі Виктоза. Бірақ компания шығарады әлемде. Жеке дәріханада 17 мың тұр. Бюджет 47 мыңға сатып алды. 30 мың тың қалтасы кетті. Ағасы былай, ана компания анаған сатқан, ана компания анаған сатқан, бұл министрлікке сатқан. Неге ортасын ашпаймыз? Әрине ондай фомс одан әрі кеткен. Ұрып жатыр ақшаны. Әрине ақша жетіспейді, басқа қарапайым адамдар барса оларға мүмкіншілік бермей жатыр. Министрге бағынбай ма олар? Әрине, министр қазір заңды өзгертіп жатыр. Біз сынағаннан кейін министр келді, Бақытжан Базарбек екеумізге. Айттым, мен келісем. Мынаны бақылауға алайық, мынаның тізімін қайттан қарайық, мынаны не қылайық деп, біз соны заңға енгіздік. Ол заң тамыз айының аяғынан кейін күшіне енді ғана енді. Әрине ол ұнамайды. Мен міндетті түрде қазір министрге жан-жақтан шабуылы бар. Кейбір адамдар маған айтады, жасаймайды бұны министр. Фармафия жоғары болған сондай, ертең осы министр да жоққа шығару мүмкін. Егер қатал бақыласа, сол себептен мен айтар едім. Ұлттық қауіпсіздік комитеті, АФН, жаңағы финансовая разведка неге осы уақытқа дейін қарамай отыр?